Бұрын конституция қалай жазылды? 12 адам, бір топ, оны үшеуі шетелдің адамдар, жабық форматта, дәл осылай ашық талқылау болған жоқ. Енді қанша мықты бол, қанша данышпан бол, қателесу мүмкін ғой. Біз керісінше жасадық. 130 адам, мықты ар жағындағы бүкіл институттар, бүкіл мемлекеттік органдар барлығы жабылып, 130 адам тек қана мына жерде көрініп отырғандар. Қанша қызметкерлер бар, қанша зерттеушілер бар, барлығы жабылып жасалады. Күнде эфирге шығарамыз. Бүкіл сынды қабылдаймыз. Енді тағы бір нәрсені айтайын. Ол сапасыздықтың немесе бір асығыс жасаған көрініс емес, керісінше дәл осылай конституцияны көп талқылаған уақыт болды ма бізде? Мен айтайын, 95 жылғы конституция бір кемінде бір 15 рет өзгертілді. Кім талқылады оны? 22 жылы ғана талқыланды. Осы уақытқа дейін бар жабық, халық айтады, мен не қыламын конституция? Қазір қараңыз, конституция күнде барлығы өмірі заңмен қызықпайтын адам конституция талқылап жатыр. Керемет қой.